Национальный банк Казахстана. Яғни ұлттық банк бұл. Курс доллар, юань, рубль. 3 күннің ішінде қалай өзгерді? Соны көрсетемін қазір. Мына қараңыздар. Мына жерде апрельдің 1 күні доллардың құны, яғни 1 доллар сатып алатын болсаңыз 466.31 тиын. Юань 753, рубль 507. Енді 2 күні, 2 апрель күні уже 472-де 56 теңгеге көтерілген. Яғни мына жақта 466 еді. 7 теңге қосылғанда уже 6 теңге почти. Юань сол күйі тұр, и рубль 508-ге көтерілген. Бүгін 3 апрель осы күйінде тұр, әлі өзгерген жоқ. Өйткені қазір Нацбанк жұмыс жасамайды, бүгін демалыс, ертеңнен бастап өзгеруі мүмкін. Ертең тағы көтерілуі мүмкін доллар. Минимальный түскені осы болды. Енді бұдан артық түспейді деп ойлаймын. Өйткені интервенция жасаған уже ақшасы минималь осыған дейін түсірді, енді қайтадан көтеріліп жатыр. Мына соғыс бітпегенше бұл доллардың баға түсуі екіталай, көтерілсе көтеріліп түспейді. Сондықтан теңгеде сақтасаңыздар, желательно қазір ауыстырып алыңыздар долларға. Өйткені доллардың түсуі екіталай. Сосын тағы бір айтатын жайт, Америкадан түсірілген фото, яғни сол жақта жүрген адамдар фотосын жіберген. Мына жерде мына көрсетіліп тұр рубль. Мына жерде 1000 рубль деп тұр, мына жерде 5 доллар. Яғни 1000 рубль 5 доллармен есептелініп жатыр дейді ол жақта. Ал Қытайдың юаны, міне мынау. 100 юань 10 доллар. Бұл негізгі курс, яғни негізгі сол шетелдегі Америкадағы негізгі курс. Ал біздегі курстар, оның бәрі қолдан жасалынып отырған, курсты төмендетіп ақша бөліп искусственно жасап отырған курстың бағасы. Негізгі баға осы. Егер интервенция тағы да жасайтын болса, ұстап тұруға мүмкіндік болады теңгені және рубльді. Егер жасамаса, онда осы 1000 рубль 5 долларға тең болған деген сөз. Теңгеде ақша болса, барынша қазіргі уақытта доллар көтерілмей тұрған кезде ауыстырып алыңыздар. Көтеріліп кетуі әбден мүмкін.